Үнемі жас көрінудің қандай құпиясы барын білесіз бе? Ендеше арнамызға тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, бізді қолдап кетсеңіз. Шығыс ғалымдарының сөзіне сәйкес, мәңгі жас болып жүрудің құпиясы таңертеңгілік ішетін суымызға байланысты. Салқын немесе мұздай, немесе өте қатты қайнатылған су емес, адам ағзасы үшін ең пайдалы су 40-50 градус аралығындағы жылы су. Тибеттік дәрігерлер таңертеңгілік аш қарынға ішетін жылы судың адам өмірін 10 жылға ұзартатынына сенімді. Жылы су адамның асқазанындағы микробтар мен қажетсіз элементтердің күшін жояды. Тіпті Қытайда таңертең балаларға тамақтың алдында жылы суды міндетті түрде ішуді үйретеді. Тіпті дәмхана мен мейрамханаларда тұтынушының тапсырысына келместен бұрын оларға 1 стакан жылы су әкеліп береді. Ғалымдардың сөзіне сенсек, таңертең ішетін жылы су ағзамызға өте пайдалы. Жылы су ішіп, бірқатар аурулардан да құтылуға болады. Мысалы, артрит, мигрен, жоғары қан қысымы, қаназдық. Артық салмақтан да құтылуға болады. Гастроэнтерологтар судың осындай емдік қасиетін жақсы түсіндіреді. Олар ішек қабырғасына бір түннің ішінде ас қорытудың қалдықтары мен улы заттардың шырыштың жиналып қалатынын анықтады. Ал таңертең аш қарынға жылы су ішу бұның бәрін шайып шығады. Нәтижесінде асқазан ішек жолдары тазарып, өз жұмысын жақсы атқаратын болады. Ең бастысы қайнамаған ыстық су. Себебі қайнау кезінде судың пайдалы қасиеті жоғалады, ал ағза мұндай өнімді толығымен сіңіре алмайды. Ағзаны тазарту және арықтау үшін суды қалай ішкен жөн? Ұсынылатын температура шамамен 40 градус. Сондай-ақ суды асықпай, аздап ұрттап ішкен дұрыс. Жылытылған суды ішуді күнделікті дағдыға айналдырсаңыз, нәтижесінде бет терісі тазарады, артық салмақ азаяды, қан қысымы реттеледі. Есіңізде болсын, суды асықпай кішкене жұтумен таңғы астан 20 минут бұрын ішкен жөн.